Баршаңызға сәлем. Бүгін біз борщ сорпасын дайындайтын боламыз. Етті жақсылап жуып аламыз да қазанға салып су құямыз. Сорпа қайнай бастағанда көбігін алып тастау керек. Дәміне қарай тұз салып, баяу отта 1,5 сағат пісіреміз. Қырыққабатты, яғни капустаны жұқа етіп кесеміз. Картопты турап аламыз. Қызылшаны үккіштен өткіземіз. Сәбізді де үккіштен өткізіп аламыз. Пиязды турап аламыз. Табада майды қыздырып, пиязды 1 минут қуырып аламыз. Содан кейін сәбізді қосып, тағы 2 минут қуырамыз. Табаға қызылша, 1 ас қасық күнбағыс майын және 1 шай ас қасық тұз қосып үнемі араластырамыз 2 минут бойы. 150 мл еттің сорпасын және дәміне қарай шекер қосып араластырып, жай отқа қойып 15 минутқа қақпағын жауып қоямыз. Картопты сорпаға салып 10 минут пісіреміз. Содан соң лавр жапырағын қосамыз. Капустаны саламыз сорпаға. Қара бұрыш саламыз, 1 шай ас қасық тұз саламыз, одан соң қақпағын жауып қойып 10 минут қайнатамыз. Қуырылған көкөністерді қосып жақсылап араластырып, 3 минут бойы баяу отта қайнатамыз. Борщқа петрушка немесе укроптың сабақтарын қосып, пешті өшіріп 15 минутқа қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып лайк басып қойыңыз.